Қайырлы күн достар, менің есімім Балжан. Бүгін сіздермен өте дәмді шығатын сметанниктің рецептімен бөлісемін. Барлық қажетті ингредиенттерді описанияға жазып қоямын. Бізге бір жұмыртқа, шекер, ұн, қопсытқыш және бөлме температурасында ұсақталған сары май қажет болады. Алдымен ыдысымызға ұнымыз бен қопсытқышымызды електен өткізіп салып аламыз. Одан кейін оның үстіне шекерімізді және жұқа етіп туралған сары майымызды салып, қолымызбен үгітеміз. Бізде крошка сияқты песочный қамыр шығу қажет. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қолымызбен жақсылап үгітіп аламыз. Үгітіп болғаннан соң осы массамыздың үстіне бір жұмыртқамызды жарып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз біздің мінекей осындай болып шығады. Оны жақсылап илеп болғаннан соң пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке қалдырамыз. Менің қамырым холодильникте жарты сағат тұрды. Енді табамыздың үстіне қағазымызды төсеп, 240 сантиметрлік осылай ыдысымызды алып, ішіне қамырымызды жайғастырып шығамыз. Алдымен астыңғы жағын және үстіңгі жағын осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жайғастырасыздар. Мінекей жайғастырып болғаннан соң осылай пиалаймен немесе бокалмен жан жағының барлығын түзулеп шығамыз. Енді шет-шетін түзулеу үшін осылай вилканы алып түзулеп шығамыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ, жұмыртқа, шекері қажет болады. Ыдысымызға қаймақты, оның үстіне жұмыртқа және шекерімізді салып, венчикпен жақсылап бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Салмасын миксермен араластыруға болмайды, тек қана венчикпен немесе шанышқымен араластырамыз. Бір келкі масса болғанға дейін ғана араластырамыз. Мінекей осындай бір келкі масса шыққаннан соң, осы шыққан массамызды қамырымыздың үстіне құямыз. Пешті алдын ала 180 градуста қыздырып қойдым. Қызып тұрған пеште 35-45 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей бізде осылай пісіп шықты. Енді 2 сағатқа суытуға қалдырамыз. Содан кейін барып ыдысынан босатамыз. Мінекей ыдысынан босаттым. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.